Сәлем достар, сіздермен Арайдың асханасы өте дәмді және де пайдалы шығатын цветная капустадан тағам дайындаймыз. Ең алдымен цветная капустамызды жақсылап тазалап, ашып және де бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Мінекей осылай бірнеше бөліктерге бөліп алдық. Одан кейін ыдысымызға салып 5 минуттай қайнатып аламыз. Көп қайнатып пісіріп жібермеңіздер, шамалы ғана 5 минуттай ғана қайнатсаңыздар жеткілікті. Өйткені көп піссе езіліп кетеді. Бұл өте тез дайындалады және де тез піседі. Мінекей 5 минуттан кейін осылай сүзіп аламыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап жұмыртқаны араластырып, үстінен құямыз. Оның үстінен 2 ас қасық ұнымызды саламыз. Одан кейін дәміне қарай дәмдеуіштер, тұз және де әдемі түс беру үшін осындай паприканы қостым. Бұл дәмдеуіштерді өздеріңіз қалауларынша қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, майымыз қызған уақытта ғана екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Әр жағын қуыруға 1-2 минуттай уақыт кетеді. Мінекей достар, біздің цветная капустамыздан осындай өте дәмді және де адам ағзасына өте пайдалы тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Бұны дастархандарыңызға да қойып ұсынсаңыздар болады. Әсіресе ассортидің қасына ұсынсаңыздар өте дәмді, әдемі болып көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.